Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар ма? Бүгінгі мінекей мамыр мейрамдары келіп жетті бізге. Барлықтарыңызды мейрамдармен құттықтаймыз. Қазіргі біздің Қазақстанда өршіп тұрған мәселелердің көп екенін бәріміз білеміз, және де ақырындап солардың бастарын шалып келе жатырмыз. Олжас бауырым екеуміз. Бүгінгі мәселеміз ол білім саласы, Қазақстанның білімі мен ғылымы. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Яғни Рәкең айтқандай бүгінгі мерекелер құтты болсын. Қазақстан халықтарының бірлігінің күні. Бұл былайша айтқан кезде сан қилы сұрақ. Қазақстан халықтары деген ұғымның өзі біршама қызық сұрақ десе де жарайды, ол бөлек тақырып деп есептейміз. Мереке құтты болсын. Бүгінгі біздің айтқымыз келіп отырған тақырыбымыз Рәкең айтқандай білім. Кішігірім статистика сүйеніп кетейік. Біздің елде бүгінгі күнге 22 жылдың қорытындысы бойынша 7600 мектеп, 128 университет және де бірнеше колледждер бар екен. Және де 21 жылдың қорытындысы бойынша білім саласына бөлінген қаражаттың көлемі 3,7 триллион теңге болса, ол дегеніміз бүкіл біздің бюджеттің 20,5 пайызын құрайды екен. Былайша айтқан кезде бүкіл бюджеттің 5-тен 1-і. Былай көзге қараған кезде 5-тен 1 деген өте керемет сан, Рәке, қалай ойлайсыз? Бұл жерде Рәкеңді айта кету керек, бұл кісі дейтін осы салада біраз уақыт қызмет атқарған, бұл саланың ішінен жақсы білетін және бұл жұмыстармен айналысқан. Бұл жерде Рәкең біздің эксперт деп айтуға болады. Енді рахмет, ол ақша қаражаттың ауқымдылығы керемет бізде. Статистикаға келетін болсақ, біз керемет мемлекетте өмір сүріп жатырмыз да. Шындықпен ойдан шығарған жораба ол мүлдем бөлек әңгімелер. Өйткені біздің Қазақстан Республикасы әлемде өте керемет көрсеткіштің иесі. Ол қорғаныстан гөрі білімге көп ақша салып жатқан мемлекеттің бірі. Бұлай түптеп келген кезде ол ақша қайда кетіп жатыр? Ол ақшаның қайтарымы қайда? Оксфорд университетін бітірушілер есебі бойынша білімге салынған қаражаттың 1% елге қайтса, соның өзі жеткілікті деп есептелінеді екен. Қазіргі біз салып жатқан білімге неге ол қайтарымы жоқ? Неге қазір жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы және де ИНТ-ның негатив өрбісінде балалардың санасына, өзінің ой қабілетіне, бәріне қатерлі болатқанын ешкім білмейді. Өйткені жаңағы Олжекең көтерген бастамаған осы бастапқы екеуміз бастаймыз дегенде кезде осы 31 жыл ішінде 16 министр ауысқан деген. Ол министрлердің ауысқаны бәрі сапырма сорпа, бірақ көбі болмаса жаңағы құнары болмай тұрған әңгіме екен. Осы күнге дейін айта кету керек, 91 бұл жердегі есеп 89 жылы ол әлі КСРО кезіндегі білім министрімен есептегенде бүгінгі күнге 16-шы білім министрі екен Саясат Нұрбек деген біздің азаматымыз. Сол ғылым мен білім бір министрлік па бүгінгі күнге? Жоқ, қазір екіге бөлініп кетті. Қазір орта білім мен жоғарғы білімді бөліп тастады. Енді осылай отыра берсек, 1-ші класс министрі, 7-ші класс министрі, одан кейін бар жаңағы абитуриент министрі, аспирант министрі, сондай ешқандай негізі жоқ өзгерістер болып жатыр да. Сонда енді бұлар алады да жаңа министрлердің машинесіне, көлігіне, бензиніне, одан кейін соларға бөлінген айлыққа бәрін біз білімге салып жатырмыз дейді. Қойшы көп болса қой аралым бөледі дегендей, қазір бір білім жүйесіне 2 министріміз бар. Бұл негізі өте күлкілі әңгіме деп есептеймін. Мысал ретінде жаңа Швейцарияны айтуға болады, Рәке. Әлемнің осы ең керемет дамыған ел деп айтсақ болатын шығар. Сол жерде менің білуім бойынша 8-ақ министр бар екен. 9 министр ма, білмеймін, 10-ға жуық министр бар екен. Енді солар дамытып отыр. Швейцарияда мына өте бір жақсы статистика деген, сан деген негізі өте керемет ақпарат құралы, ол ешқашан өтірік айтпайды. Мына әлемдегі 10 ең күшті дамыған елдердің, жоқ, дұрыс емес айтып отырмын. Әлемдегі ең үздік 10 жоғары оқу білімін алатын рейтингтерін салыстыру ең күшті керемет көрсеткіш деп есептеймін. Мысалы, жоғары оқу орындарының алатын орындары, міне дұрыс зорға айттым ғой. Соның бірінші ондығының
5 университет ақш-та, 4-еуі Ұлыбританияда және 1-еуі Швейцарияда екен. Біздің жаңағы биліктің пір тұтатын орыстардың ең керемет осы әлемдегі білімнің бәрін шайнап жеп қойған деген орыстардың ең керемет Ломоносов университет осы тізім 74-ші орында болса, біздің Аль-Фараби университетіміз бетке ұстар осы рейтингтің 165-ші орында екен. Бұл дегеніміз енді айтпасақ та түсінікті ғой, шынын айту керекпіз. Жаңағы біздің бюджеттің 5-тен 1-ін жаратып жатқанымызда не пайда, егерде біздің жоғары оқу орнымыз ең үздігі 165-ші орында алатын болса. Мысалы үшін мен өз басым Совет үкіметінің дәуіріне өте анандай көңілім толмайтын адамдардың бірімін, бірақ десе де жақсысын жақсы деп айту керек болған заттарын. Соның ішінде менің ойымша ғылым саласына бөлінген ақша көп болмаған да шығар мүмкін, бірақтан ғылым саласын зерттеп және соны қолға алып сол жолында идеологиялық жұмыс жасалған Совет үкіметінің дәуірін мен осы жерін қолдаймын. Бүгінгі күнге бізде неге десе, ол тек қана білімде емес, спортта да алуға болады, білімді де алуға болады. Жаңа шетелден біреулердің жаңағы лицензияларын, не болмаса патенттерін сатып алады да, біздің Қазақстаннан осындай шығарып жатыр екенбіз, осындай спортсмендер жетістіріп жатыр екен деген сияқты әңгімеге біз өкінішке орай әлі де болса құмармыз. Мінекей, сіз өзі дұрыс айтып отырсыз. Қазір біздің елдің атын шығарып жатқан спортсмендер және елдің қамын ойлап отқан спортсмендер өмір бойы өзінің біліміне көңіл бөлмей бұлшық етін дамытқан адамдар қазір мемлекет дамытуға атсалысып жатыр. Ит жоқ болса шошқа үреді деген осы дамыған оқыған азаматтар болмағандықтан спортсмендер ол кезінде біреудің қолшоқпары болғандар депутат болып жатыр қазір. Бір қызық нәрсе айта кетейін. Бала кезімде мен теледидардан көрген бір документалдық фильм көрдім. Сол жерде Ленинград қаласы, қазіргі Санкт-Петербург, мен оқып жатыр, 5-ші сынып оқып жатқан кезде 6-ші сыныптың оқушыларын көрсетіп жатыр. Сонда 6-ші сыныпта бір 4-ке оқитын бала бар екен, бір сыныптың ішінде. Қалғандарының бәрі үздік оқиды, 5-ке оқиды да. Сонда сол бала неге осы біздің мектепте осы 4-ке оқитын бір бала бар деген. Ал біздің ауылда мен мектепті үздік бітірдім өзім, кілең 5-ке. 2 бір сыныпта үздік болса, үздік оқитын болмаса да әйтеуір оқып бітірдік. Бұл не деген саясат еді? Бұл қайтадан саясатқа алып келеді. Бізді мал бағушы, егін егуші өңір ретінде қарастырған КСРО. Біздің білім саламызға салым, соған біздің қазіргі жаңағы білімнің тізгінін ұстап отқандар үйреніп қалған. Қазақтан қой шықса жетеді, жаңағы 5 қойға еге болса, сол қойды санауға солығынан қашан құтыламыз біз. Триллионды бөлгенмен жаңағы концепцияны өзгертпей, білімге деген душарлықты баланың ішінен білімге деген сүйіспеншілікті оятпайынша, ол суға кеткен, құмға кеткен сумен тең. Мына жаңағы кезінде Вальтер айтқан екен, жаңағы білімсіздердің уақытысы, мысалы бүгінгі күн туралы айтқанда, адамдарды өз пікірінен айырып, өзгенің пікіріне мойынсұнуға, не болмаса ғылым мен білімге білімсіз адамдарды басшы етіп қоюға, немесе ғалым саласына нағыз надандар төреші ету, осылар мемлекетті бұзушылар және апатқа ұшыратушылар деген екен кезінде немістің данышпаны. Дәл сол айтпақшы, кезінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың сөзі бар: ақыр заманда ғалымдар залым болады, залымды қолдағандар ғалым болады деген. Дәл сол сияқты бүгінгі күнге қарайтын болсақ, өзіңіз айтқандай, түсініксіз адамдардың барлығы бүгінгі күні бізде министр, ал білімге және шын мәнінде осы білімге құштарлық танытып, осы елдің ертеңі үшін қам жеген азаматтар не себепті екенін білмеймін, ол кісілер ешқашан ол жаққа жете алмайды. Оны біз кешегі сайлау науқанында да көрдік. Бізбен бірге мына сайлауға қатысқан осы бүкіл өмір бойы өмір жолын білімге арналған азаматтар мәжіліске де, маслихатқа да өте алмады. Олардың негізгі тақырыптары, Ерұлан деген кісі, фамилиясын ұмытып қалдым, оның негізгі тақырыбы сол білім мен ғылым, ағартушылық шаруасы болатын. Бірақ ол кісінің даже жанына да жолатқан жоқ, былайша айтқан кезде да. Енді біздер осындай бет алысымызбен, егер біз өзіміздің кез келген болашақтың, жаңағы жарқын болашақтың негізі ол білімді жастар. Біздің жастарымыз білімді болмаса, біздің жастарымыз егер ғылымға ұмтылмаса, біз тек қана тұтынушы ел ретінде ғана қала береміз. Ол үшін мысалдар асып жетеді. Оның қатарында мысалға біздер бәріміз жақсы көретін Түркия елі де бар. Осы күнге дейін Түркия елі қатты дамыды деп айтуға болады. Бірақтан
соңғы мынау технократтық жетістіктердің барлығы соңғы сол бір 5-6 жылдың ішінде ғана жасалды. Әрине. Оған дейін Түркия аграрлық мемлекет, сауда-саттық, Түркия сауда-саттық, туризм, сол сынды тағысын сол бағытта дамыған ел еді. Соңғы бір 10 жылдың ішінде бір дені түзу басшы келіп, бір басшы, ұлтын сүйетін басшы келгеннің арқасында қандай технологиялық мысалға керемет қадам жасады. Бүгінгі күнге әлемнің алдына шықты деп айтсақ. Бүгінгі күнге Түркияның қару-жарақ саласынан алатын болсақ, олар кәдімгі Европаның, Американың, болмаса мынау Қытай мен Жапонияның қаруларынан артық болмаса кем емес. Мысалы бүгінгі күнге олар әлемде өз сөзін өткізе алатын елдерге айналып отыр. Біздің басты мәселе Қазақстанда қазіргі ең басты біздің жауымыз ол бастыққа жұмыс істеу, отчетқа жұмыс істеу. 2017 жылы Челябинск қаласында Қазақстан мен Ресейдің арасында білім форумына қатыстым. Сол жерде жаңағы екі президент Путин мен Назарбаев, қазір екеуі де қарап еді ғой. Солар өтпейінше бәрімізді қамап қойды да, жаңағы павильондарымызда отырмыз, шығуға болмайды. Сол біздің қарама-қарсы бетте Ресейдің павильондары болды. Жаңағы бүкіл Ресейдің Ломоносов университеті бар, басқа солардың павильондарына қарап тұрдым мен. Сол кезде қарағаным, Ломоносов университетінің алдында үлкен бір қондырғы тұр. Біздің бәріміз телевизормен жаңағы презентация. Біз Қазақстанда қазір ең жақсы жасайтын нәрсеміз ол презентация. Жасай береміз, не сызып бер десе сызып береміз, әдемі суреттер салып береміз, оның мәтіні, мағынасы бәрі қызық емес. Сонда мен ойлап тұрмын да, біз Қазақстаннан бір нәрсе алып келген жоқпыз мына байқауға, мына кездесуге. Ал ресейліктер жаңағы үлкен бір қондырғы алып келіпті. 3 күн бойы саған телміріп қарап сүйсініп тұрдым. Жаңағы президенттер өтіп кеткеннен кейін бізді шығарды, малды қорадан шығарғандай шығарды. Біз жаңағы бүкіл білім саласында жүрген азаматтар бір-бірімен араласа бастап, бірінші барып жаңағы қондырғыны қарадым. Ар жақ бер жақ қарасам, ана мұнай құбырын тазалауға арналған қондырғы екен. Жаңағы мына жағынан салып жібереді, бүкіл қоқысты алдына сүйреп алып шығады қарай. Сөйтіп қарап тұрсам, Made in Germany, Siemens деп жазып қойыпты. Сосын мен жаңа тұрған профессордан сұрадым. Айналайын көке, біз мынандай бізде сатып әкеліп қоя аламыз ғой, масқара емес пе? Мен сендер істеген зат екен деп тұрмын да десем, енді президенттің алдында біз кішкентай нәрсе көрсете алмаймыз ғой, сендер енді телевизормен келіп тұрсыңдар, біз сендерден кішкене артық болуымыз керек дейді. Не деген масқара? Біз сол өтірік әлемде өмір сүріп жатырмыз да. Сонда біздікілер келесіде сондай көрмеге әлбетте бір жапондық, қытайлық бір нәрсені алып барады, міне бізде де сатып алдық деп. Сонда кімді алдап жатыр да мысалға? Өз-өзімізді алдаумен айналысу ол сол баяғы. Былайша айтқан кезде оған мысалда асып жетеді бүгінгі күнге Hyundai заводы, бүгінгі күнге біздің Қазақстанда өндіріліп жатыр деген комбайндар заводы, бүгінгі күнде өндіріліп жатыр деген Қытайдың жаңағы доңғалақтарын келіп бұрайтын автобус өнеркәсібі. Оның барлығы менің ойымша ондай мысал бәрімізге жетеді, бірақ соның негізі бізде мынау Евразиялық одақ деген қаншер ұғым бар ғой, сол қаншер ұғымның негізгі бағытын белгілейтін біздің көрші орыс елі. Сол орыс елінде қандай іс-әрекеттер жасалады, біздер тура соны қайталаймыз. Білім саласына қайтып ойды. Күнделік KZ. Күнделік KZ деген орыстың жаңағы қандай? Дневник.ру. Дневник.ру. Біздікілер соған пәленбай миллиард қаржы бөлді. Біз мінеки жасадық деді да өтіріктен біздің көпшілікке берді. Біз оны бүгінгі күнге пайдаланудамыз. Оның қызығы мен рахатын орыстар көріп отыр. Қараңыз, жаңа күнделік KZ дневникті кім жазды деген сұрақ бар ол жерде тағы да. Қараңыз, күнделік KZ-ті мұғалімдерге міндеттейді, ата-анаға міндеттейді. Ал ол негізі жеке компания. Жеке ол кісінің егесімен таныспын келген, оның ішіне кәдімгідей жарнама қоюға болады. Қандай керемет нәрсе. Біздің мынау білім саласына келсек 3 триллион теңге бөлінеді дедік. 3 триллион теңге бөлінген жүйеге неге бізге ары қарай репетитор керек? Неге бізге курстар керек? Сонда қазір қарап отырсаң, дайындау курстарынан аяқ алып жүре алмайсың Алматыда. Басқа қалада ал. Бірінші керемет бизнестердің бірі жаңағы дайындау курстар. Атаң басынан 3 триллион теңге бөліп отырмыз ба ол курстардан. Сонда мына жақтан да ақша алу мемлекеттен және ата-ананың қалтасынан тағы да ақша алу білім саласына келген кезде. Ал қайтарымы не үшін? Қайтарымы қайда? Біз медицинадан, ғарыштық технологиялардан немесе химиялық технологиялардан бір жетістік жасадық па?
біздің бар қазір жасап жатқан жетістігіміз, экономикамыз құрап жатқан кезінде қырылып кеткен ата бабамыздың арқасында қалған жердің астында қазып сату. Ол не ғой, Қытайға бір балта сатсаң 2000 ұстара береді екен да. Сол сияқты да біздің өзіміздің табиғатымыздағыны қазып сатпасақ, мынау шығаратын. Мысалға Украина мемлекетінің азаматтары WhatsApp жазды, Эстон мемлекетінің азаматтары Skype жазды, Ресей азаматтары жаңағы Дугров деген Telegram жазды, бүкіл әлем қолданып жатқан. Және Беларусь мемлекетінің жігіттері World of Tanks жасады. Жаңағы керемет Гиннес кітаптарына енген тірліктер. Біздің тірлігіміз қайда сонда? Біздікі жаңағы біреуден көшіріп алып, соны өзіміздің елге қайта сату. Одан басқа ешқандай жетістік жеткен жоқпыз. Білімге салмағаннан кейін әскери қағиданың бірі бар ғой, өз әскерін асырағысы келмеген мемлекет өзге әскерді асырауға мәжбүр болады деген. Сол сияқты өз білімімізді дамытпасақ, біз жаңа біреудің киіп тастаған дамбалын ертең тойға киіп жүрміз. Шапан қыламыз. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде айта кететін бір өте маңызды жайт, жаңа сіз жақсы айттыңыз. Мына салынған ақшаның қайырымы қайда деген сұрақ. Өте орынды сұрақ. Менің ойымша жаңа біз басын бастадық та, осы 32 жылдың ішінде 16 министр ауысты деп айттық қой. Сол 16 министрдің бізде атанамыз ғой, бізде білеміз, 2-3 жыл сайын өткен сайын, 2-3 жыл емес шығар, мүмкін бір 4-5 жылда екен бір рет бір бүкіл кітаптар ауысып отырады. Мен өзім сол есіме түсті, осы тақырыпты біраз оқып жатқан кезде, біздер бала күнімізде қыркүйек айында мектепке барған кезде библиотекаға барып кезекке тұрып, жаңағы былтыр оқылған кітаптарды алатынбыз. Ол кітаптарды біз мысал үшін 95-ші жылы мектеп оқып жатсақ, ол кітаптар 79-ші жылы, 78-ші жыл жарық көрген кітаптар. Сонда ондаған жыл бойы бағдарлама өзгермеген. Бір бекітілген, анық, нақты бағдарламаны жыл сайын сол арқылы балдарға білім беріп отырған. Ал бізде қазір қалай? Министр ауысты, 2 жыл өтті, ол кісі алады да жаңағы кітаптарды ауыстырады. Туысқандардың баспаханасы. Ол жерде баспахана бар ма екен, жоқ әлде басқа қызықтар бар ма екен, білмеймін. Бірақ әрбір 2 жыл сайын кітап ауысып отырады. Одан қалды ол кітапты бәріміз сатып алатынымыз, соны жарайды, қойшы, өзіміздің баламыз үшін аламыз ғой. Ал енді әр ауысқан сайын бағдар ауысып отырады ғой, бағыт ауысып отырады. Сонда алдыңғы, мысалы үшін бір бала 4-ші сыныпқа дейін бір бағдарламаны оқып келді да, 5-ші сыныпқа ауысатын кезде бағдарлама ауысып кетті, соның арасында бір түсініксіз жоқ білімнің бір анандай бір-біріне ұштарласатын жерлер жоғалып кетеді, немесе қайталанып кетеді. Соның барлығын бала қайдан түсіну керек? Сол үшін жаңа өзіңіз айтпақшы, жаңа дайындау курстары, жаңадан бір бизнес түрі, пожалуйста, барасың, әр сабағың үшін ақша төлейсің, содан кейін жаңа мұғалімдер отырады да, сол баяғы әңгімені қайталап түсіндіріп береді, сол кезде бала сәл ұғынады. Одан қалды, егер де бармайтын болса, әрине ол бала сабағынан қалады. Ең қызығы бұрында, енді Рәке өзіңізді оқыдыңыз ғой мектепте, бізде оқымасам, біздің апайлар кәдімгі указкамен келіп басына тың ұрып, одан кейін ата-анаң шақыртып, ата-анаң сені бірге қосып ұрып, одан кейін үйге тағы да бір рет тұрып, одан кейін тағы да бір 2 апта үйден шықпай, сол сабағыңды қуып жеткенге дейін сен кәдімгідей бақылаудың, сенің үстінде бақылау отырады, мектепте де, үйде де. Ал қазіргі сабақтарға қарайтын болсақ, мысалы үшін мен жаңа өзім қыздың сабағына кейде араласамын, көмектесіп жібер деген кезде. Ол жерде біз 8-ші класста өткен сандарды балдардың 3-ші класста оқып жатады мысалға да. Жарайды, оны мен бүйтіп баға бермеймін, жақсы жаман деп, себебі жақсы жақтары да бар. Көп жерлерінде мен түсінбей тұрған затымды мен қызыма айтамын да, қызым, мынаны қалай түсінуге болады? Мысалы, мен үлкен адам, мен оны түсіне алмай тұрмын десем, бір мысалы болды сондай. Қызым айтады, бұл жерде дейтін әшейін логикалық сұрақ қой дейді. Бұл жерде әшейін басқаша ойлау керек, болды, соның шешімі сондай. Сол кезде мен басыма жетті, бұл дәл сол тақырып маған қатты ұнады. Демек, балдарды біз құсап, тек қана қадалып қалған сандарға емес, логикалық тұрғыдан ойлауға итермелейтін бағдарлама екен да. Ол керемет, мен оған риза болдым. Бірақтан енді ананы деген бір түсінетін балдар бар, оны түсінбейтін балдар бар ғой. Біздерді жаңа жоғарыда атап өткендей, күнделікті бір сатымен шыққандай ақырын 11-ші сыныпқа дейін соны барлығын бір қамтитын. Ал қазіргі қадымдарды қарасаң, бір сатылап емес, бір 5 сатылап секіріп кететін сияқты да, ананы бала тұрмақ түгілі мен өзім де түсінбеймін кейбір сәттерде. Енді оның бағасын мен жақсы жаман деп айта алмаймын, себебі мен білім саласындағы қызмет атқарған адам емеспін, бірақтан
менің жаңағы сәл көңілім толмайтыны мынау жаңа Рәкең айтқандай, егер бала азаннан кешке дейін мектепте жүріп, оған қосымша жаңа репетитор қажет болатын болса, демек ол сала бізде дұрыс емес деген сөз. Сондықтан мұғалімдердің бәрін үйіне қайтарып, репетиторларға мемлекет тікелей ақша төлесе, отбасына дұрыс болатын еді негізі. Ол енді ашық әңгіме ғой. Ақыр бұл және мұғалімдердің өздері бұны табыс көзіне айландырып алған өтірік емес. Егер сен репетиторға сол мұғалімді жалдамасаң, сенің бағаң төмен болатын. Ол да белгілі. Оны да талай көрдік. Оны да жоқ деп айта алмайды. Енді бастапқы көрсеткіш Қазақстанда мектеп білімінің төмендігінің көрсеткіші жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбектің балалары Қазақстан мектептерінде оқымайды. Өйткені ол министр бола тұра біледі, біздің мектептердің білімі дұрыс емес. Өз баласын қалайша жаман мектепке береді. Құдайға шүкір, ол министр, оның баласы Кипрда оқиды. Кипрда оқиды. Ол жаңағы келген кезінде өзіңіз айттыңыз өткенде, балам осылай Қазақстан мектепке барады деп. Жоқ, бармайды. Өйткені біздің мемлекетте министрдің баласы оқитындай мектеп жоқ. Бұл жерде және тағы да бір қызық мәселе, мына екі тілділікті туғып көтеріп жүргендердің кесірінен осы бір көзің көршің соқыр болса бір көзің қысып жүреді деп айтатын қазақта, анау орыс көршіміз жаңағы соқыр емес, мылқау не болмай тұрса да біз өтіп кеттік ананы көріп ше. Өйткені ауылда оқыған, қазақ тілінде оқыған Қазақстан мемлекет аумағында мектептердің 80% қазақ тілдегі. Таза қазақ мектептері. Бірақ мына жерге келген кезде ең мен деген аты шулы тізімде 200-ші орында тұрса да рейтинг бойынша IT мамандығын оқытатын университеттерге қазақ тілінде сабақ жүрілмейді. Не орыс тілінде, не ағылшын тілінде. Ол дегенің, мысалы, ауылдың баласы қалайша ол мамандықты тәмамдай алады. Неге біз өз ауылымыздағы мектептерді орыс тіліндегі жаңағы IT мамандығын оқытуын тоқтатып, тек қана ағылшын тіліне өтпейміз? Білемін неге екен? Өйткені мұғалім жетіспейді. Осыдан бірер жыл бұрын 3 тілді сабақ оқимыз деді. Мына 2 тілді мардытпаған министрлер 3 тілді оқимыз деді. Сол кезде сұрақ қойдық біз, қалайша сен химия пәнінен, биология пәнінен ағылшын тілді мұғалімді қайдан табады? Оларды курстарға жібереміз 2 ай. Онда курстарға баратын болса, онда неге диплом керек ол мұғалімнің? Егер сен курсқа барып, жаңа мамандық иесі болып шыға келіп, балаларды тәрбиелеуге бұл бір түбіндегі басты мәселе. Әл-Фарабидің айтқаны бар, тәрбиесіз берген білім қылмыс деп. Сол сияқты бұл қылмыс. Тәрбие деген не? Ұлттық идеологияға сәйкестірілген білім жүйесі болу керек. Ол балада, мектепте бала патриоттық сезімі, және де ертеңге деген сенім сезімі, және де өз отбасына, отанына деген сүйіспеншілік сезімін алмайтын болса, ол мектепке бармай-ақ қойсын. Ол курстарда жетіп жатыр. Егерден біз ондай адамдарды өмір сүргізе адамдарды солай жүйеге келтіре алмасақ, онда Солтүстік Кореяның ар жақ бер жағымыз мынау жайлап соған келе жатырмыз. Өйткені қазіргі Солтүстік Кореяны басқарып отқан Ким Чен Ын деген жігіт, менің құрдасым, красавчик. Швейцарияда оқыған. Швейцарияда оқыған. Қалайша ол енді, ол Швейцарияда оқыды, оның балалары да шетелде оқиды. Саясат Нұрбек қай жерің кем, қай жерің артын. Дәл сондай жігіт, ол да красавчик. Ол да жаңағы бізді Солтүстік Кореяға жаңағы ит союға болмайды, жаңағы көшеде шөп теріп жеуге болмайды деген заңдарға жақындап қалды. Білімді құртатын болсақ, бұл жерде мына оңтүстік Африка мемлекетінің жаңағы бір университеттің сыртында жаңағы не бар екен, жазу бар екен. Оны бәлкім барлығыңыз білетін де шығарсыздар, мен қайталап өтейін. Егер елді қиратқыларыңыз келсе, егер топас медицина мамандарын жасағыларыңыз келсе, егер қолынан дым келмейтін жаңағы инженерлер дайындағыларыңыз келсе, егер де елін ойламайтын әскерилерді туындатқыларыңыз келсе, және сондай елді қиратқыларыңыз келетін болса, көп шаруаның керегі жоқ, тек қана сапасыз білім беріңіздер деген екен.
Сол айтпақшы, жаңа Рәкең айтып кеткен үш тілділік деген ұғым өте негізі керемет тақырып. Рәке, сіз айттыңыз, оны жаңағы 2 айда химиядан маман қылып шығарамыз ағылшын тіліне деген. Енді әрине ол күлкілі, өте күлкілі зат. Себебі бұл жерде бір керемет мысал бар. Жапон елі, Жапон елінде менің білуім бойынша 6 сыныпқа дейін балдар тек қана жапонша оқиды екен. Олар ештеңе оқымайды одан басқа. Тек жапон тілі, жапон тілінің тарихы, математикасы бар, анау-мынаусы бар. Десе де барлығы тек қана жапон тілінде оқиды. Сол 6 сыныптан бастап, немесе 7 сыныптан бастап екен, олар ағылшын тілі қосылады, оған Қытай тілі қосылады деген сияқты, тағысын тағы. Демек, егерде солардың жасап жатқан бағдарлама сапасы болатын болса, онда Жапон елі қалайша бүгінгі күнге сондай керемет дамыған ел болды. Мынандай ештеңесі жоқ аралда тұрып алып, бүкіл әлемдегі жоқ заттың бәрі сол елде бар. Неге сол елде тәрбие бар, неге сол елде білім бар, неге сол елде ғылым бар, неге сол елде жаңағы ұлттық рух бар. Соның барлығы мысалы үшін қайдан келді деген сұрақ пайда болады. Сол кезде мен түсінемін да оны. Себебі оларда, жапондарда ең бірінші кезекте өзінің ұлтын, өзінің елін, өзінің ата-анасын, өзінің тарихын сүюді үйретеді. Содан кейін барып қана қалғанның барлығы. Мысалы үшін бұл өте маңызды сәтті. Өзінің ұлтын сүйген кезде адам ел үшін қызмет етуге тырысады. Себебі ол оның жері. Ол ертең күні сол елде өзінің бала-шағалары өсетінін түсінеді. Ол енді патриоттық сезімді оятады. Патриоттық сезім өз кезегінде қалай осылай көшеде жаңағы қоқыс шашудан бастап жаңағы жемқорлыққа дейінгі іс-әрекеттерге қарсы кішігірім екпе деп айтуға болады. Өз кезегінде тарихын білу, ол өзінің ұлылығын сезіну. Ол кім көрінгеннің алдында жаңағы жалтақтап, кім көрінгенге жағынудың ол бір тұтпайды ешқандай. Ол үшін өзінің ұлты бірінші кезекте. Мысалға, сондай ұлттық идеологияның арқасында, жаңа Рәкең атап өткендей, ұлттық идеология кез келген білімнің, ғылымның, жақсылықтың, жетістігінің негізі деп есептеймін. Ал біздің ұлттық идеологиямыз не болып жатыр? Мысалы, біз көп айтамыз осы тақырып туралы, ұлттық идеология деген. Десе де, біздің ұлттық идеологиямыз туралы бүгінгі күнге атқарылып жатырған жұмыс бар дегенді мен өз басым шынымен көрген емеспін. Тек бір ғана әлемге жарғылып біздер жария қылатын ұлттық идеологиямызға қатысты ол жаңағы АНК-ма, Қазақстан Халықтар Ассамблеясы. Осы біздің ұлттың арасында басқа ұлттармен бірлесіп біздер керемет бақытты өмір сүріп жатырмыз деген сияқты бір ұлттық идеология сынды бірдеңе бар. Бірақ оны да біздің ел өз ойлап тапқан жоқ. Ол да Совет үкіметінен қалған, Совет дәуірінен қалған бір идеологияның бір бөлігін ғана алып алдық шынын айтқан кезде. Мен түбегейлі бұндай ассамблеяларға өз басым қарсымын, себебі біздің елде 70-80%-ға жуық ұлт ол біздің қазақ ұлтының адамдары. Осы елдің іргетасын негізін қалаушы ұлт ол қазақ ұлты. Аллаға шүкір жеріміз қазақтың жері, осы жер үшін ата-бабамыздың, қазақ ата-бабаларымыздың қан төгілген жер, қазақ аналарымыздың көз жасымен көгерген жер осы жер. Сондықтан бұл жерде жаңағы орыс, болмасын, татар, өзбек, кім болса ол болсын, бәрібір олар деген осы елдің бір мүшелері. Олар да тура біз сияқты осы елдің азаматтары болу керек. Бізді біріктіретін идея осы біздің шаңырақ, қазақ елінің шаңырағы, көк туы. Оның ішінде сен орыс бол, жаңағы башқұрт бол, чечен бол, кәріс бол, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Қазақ бол. Біз ешкімге қарсы емеспіз. Біз барлығын бауыр тартуға дайынбыз және құмармыз. Бірақтан оларды шеттетіп, қазір осы халық ассамблеялар деп бөліп шеттеткеніміздің өзі осы тұрғыда ол дұрыс емес деп есептеймін. Үй ішінен үй тіккен әңгіме ғой. Үй ішінен үй тіккен әңгіме. Дей тұра, орала келе қайтадан қайтып айналып келетін болсақ, білім саласына. Осы жаңағы бірден бір халық ассамблеяларының арқасында бүгінгі күнге бізде орыс тілді мектептер, жаңағы ұйғыр тілді мектептер, өзбек тілді мектептер, доңған тілді мектептер, тағысын тағы мектептер өте көп. Мысалға да мен оларға өз басым қарсы емеспін, егер олар мемлекеттік бюджеттен ақша алмайтын болса. Жеке кәсіпкерлер ашсын, берсін, оқытсын, ешқандай қарсылығым жоқ. Біздің санайық мысалға біздің мысалға Ресейде қанша қазақ мектебі бар? Мен соған енді келе жатыр едім, керемет айттыңыз. Жалғастыра беріңіз. Немесе ағылшын мемлекетінде қаншама қазақ мемлекеті бар. Және де Швейцарияның қанша азаматы біздің мемлекетке өз ақшасын кеп жымқырып жатыр екен.
Германияның қаншама компаниясы Қазақстаннан қазір өнім алып жатыр екен. Бұның бәрі қайдан? Бұның бәрі мектептен. Ел болам десең, бесігін түзе деген бекер айтылмаған. Бесікті түземейінше, мектепті түземейінше, мына істеп жатқан тірліктің бәрі. Бұл өтірік айту, бұл өзі себеп салдар бір-біріне байланысып ұштасып жатыр. Мектепте мұғалімдер оқушыларға өтірік айтады, сосын барып ол оқушы министр болғаннан кейін сол мұғалімдерге өтірік айтады. Ең қысқа жолын айтайын да. Өтірік өзіне қайтып келеді. Сондықтан бір-бірін алдап, қайдағы жоқ тірлікпен айналысқанша, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды деген атамыздың айтқаны қазір болып жатыр, иә, қазір телефон бәрі, олар көрмей тұрса да білімнің арқасында соған көздері жетіп тұрды. Ал қазір әлі сол жаңағы біздің неміз біреуден қалғанды кию, біреуден қалғанды жеу, біреуден сатып алып, өзімізді сату, ұлтымызды сату, затымызды сату. Ешқашанда біз өзіміздің ойымызбен идеямызды, интеллектуалдық потенциалымызды сата алмаймыз. Бұл жерде жақсы айта кететін нәрсе бар. Біздің негізі әрбір ұлт өзінің жаңағы қалай айтады? Ген дейді ғой, мысалға. Гені болады әр ұлттың. Біздің негізгі геніміз өте мықты ұлтпыз деп есептеймін мен өз басым. Себебі мысалға мынандай жарыстарды алатын болсақ, олимпиадаларды алатын болсақ, шахматты алыңыздар, біздің қыздарымыз әлемді қалай осы солай мысалға жамбасқа қадап жатыр дегенмен бірдей, математика саласын алыңыздар, химия саласын алыңыздар. Күнде әйтеуір бір біздің жас балдардың, қыздардың жетістігін естіп жатамыз. Өкінішке орай, олар мысалға бір санаулы ғана адамдарды, ал дәл сондай мүмкіншілік біздің әрбір қазақтың ұлы мен қызында бар деп есептеймін. Тек қана мына білім саласын егер дұрыс жүйеге бағыттап, солардың барлығына бірдей дұрыс білім беретіндей болса, мысалға жаңағы 2 күн сайын кітап ауыстырып, 3 күн сайын бағытты өзгертіп, 4 күн сайын мұғалімдердің жаңағы мазасын қашырып, не ағылшынша үйретіп, не орысша бірдеңені жаңа сөйлетіп басқа ауыртпай, міне тек қазақша, міне бағдарламаң, мінекей сенің бағытың десе, біздің әрбір қазақтың ұлы мен қызы кез келген жүлделі орынды жұлып алатынына менің ешқандай күмәнім жоқ. Себебі біздің ұлттың генінде мықтылық бар, ақылдылық та бар, барлығы жетеді. Тек қана соны дұрыс жолға қою керек. Мен бір жақында бір әңгіме естідім. Польша университетінде оқып жүрген бір азаматтарға бір кісі сұрақ қойыпты дейді. Әлемдегі ең жалқау ел дейді. Ең жалқау ел азаннан кешке дейін жатып алып тек қана шай ішкенді ғана жақсы көретін ұлт кім деген екен да. Сол кезде жаңағы кісі, ол кісінің атын айтпай-ақ қояйын, көбісі мүмкін танитын да шығар. Ол кісі ойладым дейді, бірінші кезекте мыналар дейтін мені мазақ қылайын деп жатыр екен деп ішімнен ойладым дейді. Сөйтіп біраз отырып, бәрі талқыладық, үйттік бүйттік дейді. Сөйтсе айтып жатқан профессор болған ба сонда екен. Кім не ойлады деген ғой, сөйтіп бәрі айтыпты, мен біздің ел деп ойладым, біздің ұлт деп ойладым деп. Енді ана жаңа Қазекең ойлаған ғой, бізден асып кеткен бұған келетін ұлт жоқ шығар деген ғой. Сөйтсе жаңа профессор айтты. Бұл жапон халқы туралы айтылған сөз екен да. Жапондар сондай екен, ең жалқау, ештеңе істемесем, тек азаннан кешке шай ішіп жата берсем екен, әңгіме айтты деп ойлады екен да. Демек бұл не деген сөз? Ұлттың ішінде жаманы болмайды, жалқауы болмайды, білімсізі е болмаса қолынан келмейтіні болмайды. Бұл жерде тек қана білім мен бағдар маңызды. Дұрыс білім мен дұрыс бағыт берілген ұлт, қандай ұлт болса да ол кез келген жерде тесіп шығады. Ал енді мысалға жаңағы дәл сол сияқты біздің алдымызда басқа бір мысал бар, ол оңтүстік Корей мемлекеті. Соның мына соғыстан кейінгі 60-шы жылдардағы президенттің атын ұмытып қалдым кім екенін. Ол да оңтүстік Корей мемлекеті деген, ол да жаңағы сиырмен жер жыртып, жаңа 5 бидайды 10 адам бөліп жеп жүрген жаңа аш-жалаңаш елдердің бірі болған өз кезінде. Бірақ Американың инвестициясының арқасында, дұрыс бағыттың арқасында, дұрыс білімнің арқасында бүгінгі күнге оңтүстік Кореяны алыңыз, Сингапурды алыңыз, Малайзияны алыңыз, барлығы білімнің арқасында. Жарайды, оны қойшы Индияны алыңыз, мысалға да, қанша миллиард халқы бар, миллиард 300 миллион халқы бар, не жерінде суы жоқ, не тасы жоқ, бірақтан білімнің арқасында бүгінгі күнге Индияның өзі, ана Болливудта түсірген киноларын есепке алмайтын болсақ, олар да мысалы үшін кәдімгідей ғылым мен білім шыңына кәдімгідей адымдап жетіп келе жатқан елдердің бірі.
соның барлығы сол осы орайда жаңа айта кететін біздің биліктің, біздің халықтың қолынан анау келмейді, мынау келмейді деген сияқты әңгімелерге жақындау. Оның барлығы жалған, оның бәрі өтірік. Біздің ұлт керемет ұлт, біздің ұлттың болашағы өте үлкен, біздің жастар бәріне қабілетті жастар, біздің жастардың білмейтін, алмайтын білімі жоқ, бұзалмайтын қамалы жоқ. Тек қана дұрыс білім керек, дұрыс бағыт керек деп есептеймін. Сіз қалай ойлайсыз, Раке? Мен қазақ халықтың креативті ойлау қабілеті бұл әлемнен бірінші орында болмаса соңғы орын емес екені ол айдан анық. Мысалға 3-ақ жыл музыкамен айналысып Грэмми алған имам неге тұрады тұр мысалға? Ешқандай енді музыкалық даже білімі жоқ. Біз мектепте оқыдық, бәріміз ауыл мектебінде оқыдық, бір қызық болды. Бір күні келді, неміс тілінде оқып жүрдік, шет тілін жаңағы. Сөйтіп бір күні келді, апайымыз айтты, бүгіннен бастап біз ағылшынша оқимыз, мен ағылшын тілінің мұғалімімін деп. Солай оқыған біздің құрдастарымыз қазір министр болып отыр. Енді мен өзімнің сыныптасым бар, 11-ші сыныпқа келгенде аты мен фамилиясын жаза алмайтын. Сөйтіп бір күні қарасам имам болып отыр екен. Сен қай медресені бітірдің десем, 3 айлық имамдар курсын бітірдім, содан кейін осындай имамдық дәрежеге жеттім. Алланың қалауымен дейді. Сол сияқты. Бізде тағы да мен қайталап айтамын, егерден шынымен де курстардың пайдасы зор болса, онда бізге мектептің қажеті не? Бекерге ақша қаржыламай. Біз ойымызды бір жерге жинақтап, өтіріктен арылатын болсақ, 5 жылдың ішінде бұл әлемнің үлкен көрсеткіштері шығып жатқан мемлекеттің бірі болатынына мен кәміл сенемін. Мен де әрине оған толықтай сенемін. Сіздер де сеніңіздер, егерден бізбен келіспесеңіздер, ойларыңыз жазыңыздар. Сіздерге қандай сұрақтар қызық, қандай тақырыпты талқылайық, ол ойындарыңызды жазыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, өздеріңіздің туысқандарыңызға жіберіңіздер. Біздің әңгімемізді қызық болса, келесі аптада тағы кездесе жатамыз, иә. Алға Тұран алға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.